Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге табиғи дәруменге бай керемет сусын шиеден жасалған компоттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәл қазір шиелер пісіп, нағыз компот жабу мерзімі болып жатыр. Алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, булап аламыз, қақпақтарымызды қайнатып аламыз. Содан соң жемістерімізді жақсылап жуып, барлығын дайындап аламыз. Екі банкаға мен тек шиеден жасалған компотты көрсетемін, ал екі банкаға алма араластырып жауатын боламын. Енді біз шиелерімізді банкаға саламыз. Шиені арнайы еш нәрсемен өлшемеймін, тек қана көзіммен өлшеп жауа беремін. Ал келесі екі банкаға алма араластырамын. Жалпы қазір ас үй ханшайымдары өздерінің талғамына сай өрік, лимон, жалбыз сияқты кез келген дәміне қарай өзінің қалаған жемістерін қоса береді. Осындай шамада болады, бұдан да көбірек шие салсаңыз болады. Барлығын дайындап алғаннан соң біз қайнап тұрған суды құямыз. Содан соң жарты сағат қойып қоямыз. Сол кезде жемістердің әдемі түстері, дәмдері суға бөлінетін болады. 30 минуттан соң біз оны қайтадан кастрюльге құйып қайнатамыз. Осы кезде қантын салып жібереміз. Егер де 2 литр банк болса 200 грамм қант, 3 литрлік компот болса 300 грамм қант қосып қайнатасыз. Қайнап тұрғаннан соң қайтадан банкаға құйып, оны бұрап жауып аласыз. Сіз де осылай жасап көріңіз. Ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.